Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен медовый тортын жасаймыз. Әртүрлі формада жасасаңыздар да болады. Бұл айт мерекесіне орай жасалған торт. Жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және лайк, комментарийларыңызды жазып кетіңіздер. Ал енді бастаймыз. Бізге осындай сотейнигімізге әселімізді салып аламыз. Барлық рецептердің барлығын описание бөліміне жазамын. Описание бөлімі осы видеоның тақырыбы тұрған жерді бассаңыздар, описание бөлімі шығады. Және қантымызды салып, майымызды салып, жақсылап отта, баяу отта ертіп аламыз. Және үстіне содамызды қосып, осылай араластырамыз. Содамен әсел бізде реакцияға түседі және 2-3 есе көбейетін болады. Енді кезекте жұмыртқамызды араластырамыз. Кішкене суыған массамызды, әселімізді үстіне құятын боламыз. Бірден ыстық кезінде құймаңыздар. Жұмыртқаларыңыз пісіп кетуі әбден мүмкін. Сол үшін кішкене суытып барып құямыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнымыздың жарты ғана бөлігін салып, жақсылап араластырып, суығанша қойып қоямыз. Яғни жарты сағатқа, ары кетсе жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің массамыз суиды. Кейін барып қалған ұнға осы массаның барлығын қосып бірге илейміз. Сол кезде сіздердің тесталарыңыз көп ұнды қажет етпейтін болады. Егер де сіздер ыстық кезінде ұнның барлығын салып жіберсеңіздер, онда ұнды тағы көп қажет етіп кетеді. Сол себептен корждарыңыздың барлығы да қатты болып қалады. Сол үшін кішкене суытып барып қалған ұнның барлығын қосып, осылай жақсылап біркелкі етіп илеп алатын боламыз. Дайын болған тестамызды пакетке орап, холодильникке бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Кейін дайын болған тестаны осылай 3 бөлікке бөлдім. Мына жерде 6 бөлікке бөлген едім. Кейін жетпейтін болғандықтан барлығын қосып 3 бөлікке бөліп жібердім. Осылай тестаны жақсылап жайып аламыз. Ұнды көп сеппейміз. Ұнды қажетті етпейді. Енді осылай ай тәрізді форманы мен А4 форматында кесіп алғанмын. Соны қойып, жаңағыдай тестамызды осылай шығарамыз формасын. Енді пергаменттік қағазына қойып тестамызды. Бірден пергаменттік қағазына да жасасаңыздар жақсы. Осылай қойып, вилкамен міндетті түрде тесіп шығамыз. Себебі бізде қамырымыз көтеріліп кетсе, формасы біркелкі болмай қалады. Енді 180 градуста 5-7 минутта пісіреміз. Енді кезекте кремін дайындаймыз. Бұл жерде творожный сырымызға қантты қосып, бірінші кезекте сливкиді қоспай, осы творожный сырмен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Сол кезде қантымызда еріп біркелкі масса болады. Егер де барлығын бірге қосып жүрсеңіздер, түйіршік болып қалады кремдеріңіз. Бізде дайын болғаннан кейін үстіне сливкиімізді қосып, бірінші кезекте сливкиларыңыз, жаңағы творожный сырларыңыз міндетті түрде холодильниктен алыну керек. Сол кезде барып жасау керек. Бөлме температурасында тұрмау керек. Ондай кезде іріп кетеді. Жай скоростта, сосын ортаңғы және ең соңғы скоростқа қойып, қатты скоростқа қойып, осылай жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Креміміз біздің дайын болды. Енді егер де бұдан да қатты твердый крем қажет болса, творожный сырын кішкене көбіректе қосасыздар. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Осындай подложкаға жаңағыдай кремдерімізді алып, барлығын осылай әдемі форма етіп құйып шығамыз. Егер де насадка болмаса, менкінде осылай жаңағыдай қайшымен басын кесіп жіберіп жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде форманы
қажет емес. Осылай жасай берсеңіздер де болады. Бұл да бір кішкене лайфхак болсын сіздерге. Осылай барлығын мына жерде 2-3 менде 4 корж шықты. 4 корждың барлығында осылай қойып шықтым. Енді кезекте әрлеу кезеңі. Бұл менің ең сүйікті кезеңім десем де болады. Яғни торттың бетіне әртүрлі фруктыды қолдансаңыздар да болады, клубниканы да қолдансаңыздар да болады. Бұл жерде мен анарды қолдандым. Осылай анарды әр шетіне сеуіп, жаңағыдай кішкене мына жерде көбелектерді қойып, енді әркім өз фантазиясына қарай сәндесеңіз де болады. Мына жерде менде мята жапырақтары және өте әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Фариза Шалқарқызы.